1 қыркүйек пен 4 қыркүйек аралығында Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ұйымдастыруымен тілдер мерекесіне орай Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған Ахмет оқулары тіл танымдық дәрістер циклі өтті. Бұл дәрісті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімінің институтының директоры ұйымдастырған Фазылжанова Анар Мұратқызына алғысым шексіз. Бұл дәрісте конференцияда бірнеше қазақ тіліне жанашыр филология ғалымдарының дәрістерін тыңдап, Ахмет Байтұрсынұлының ерен еңбегіне жан-жақтан талдаулар жүргізілді. Сондай сүйіспеншілікпен конференцияны басынан аяғына дейін тыңдап отырған өз әріптестерімді, тіл жанашырларын көргенде шынымен-ақ қазақ тілінің сондай бір керемет құдіретті тіл екеніне, Ахметтің ерен еңбегіне көзім жетіп, осы конференцияны өзімнің тәрбиелеп жүрген, қазақ тілінде білім алып, өз білімін жетілдіріп жүрген шәкірттеріме ұйымдастырамын деп шештім. Конференцияда алынған сұрақтарға берілген жауаптарына тәнті болдым. Біздің профессорлардың, доктор наук, ғылым жолындағы ерен еңбегі бар ағаларымыздың, әкпелеріміздің, жас буын ғалымдардың еңбектеріне ден қойып, тәнті болып тыңдадым. 21 қыркүйек күні Жамбыл атындағы нөмір 5 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған Ахмет оқулары тіл танымдық дәрісі жалғасын тапты десем болады. Бұл дәрісте қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері Абаханова Нағима Ниязбекқызы және Нарымбетова Гүлжамал Сарыбаевна, Калукулова Жанна Қапарқызы және оқушылардың бірнеше өлеңдері тыңдалды. Дәріс өте тартымды өтті. Аға буын, жас буын жалғасқан осы бір дәрісі маған сондай керемет ұнады. Дәріс барысында тыңдаған әрбір сөздер, мысалға, Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды, халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тікті деп жазған Сәкен Сейфуллин ағамыздың берген бағасы жас ұрпақтың ой санасына үлкен тәрбие бергені сөзсіз. 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білім мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының ерен еңбегі жадымызда мәңгі сақталады.